Бәріне сәлем достар, сіздермен мен Сайли. Біз бүгін достар өзіміздің ойымызды бастаймыз. Our Empire Make. Алдыңғы бөлімде достар біз Қырғызстанды өзімізге қосқан едік, және Қытаймен кішкене жақсы қарым-қатынаста болдық. Ал достар біз бастайық. Бүгінгі серияда менде планда білмеймін достар, Таджикистанға кіріп кетейін ба немесе Өзбекстанға. Білмеймін достар, енді короче достар, мен серия бастамай тұрып мынау не бар ғой, технологияны кішкене зерттегем. Армия деген пост зерттедім. Армия деп қой, войска деген. Ал армияны кішкене жартылай. Осы серияда бізге осыны нестабильность деген полностью бізге нету керек, зерттеу керек. Және де біз бүгін Өзбекстанды немесе Таджикистанды өзімізге қосып аламыз. Осылай. Ал жайласа мен қазір проходымды жіберейін. Мына бітті ғой. Кайф. Келесі, осыны етейік енді. Бірақ негізі достар, мынау да зор. Негізінде, мынау 4 дейді, мына 2 дейді. Осында. Жарайтында қазір онда осыны бүгін біз айтқан ма, осыны бітіреміз деп. Айтпақшы, мынау Индиямен екеуі не болды? Соғыс бітіп қалыпты олардың. Жарайтында. Қазір кімнің соғыс жүріп жатыр нақты? Ешкімнің, башта. Жарайды, мынау екі дауыс қойыпты. Донбасста болыпты, Харьков, Крым, тағы басқа жерде болыпты. Европалары жақсы, мен байқағандай. Африкада бәрі тоже жақсы. Океания. Онда да жақсы бәрі. Мұнда жарайды қазір. Мен армиямды дайындай берейін. Армияны дайындап, мүмкін қазір Өзбекстанға кіреміз. Жарайды, давайтем. Мен армия бәрін жөндеп, сол кезде сендерге қайттан келіп, ал жарайды достар, мен қазір өзім армиямды дайындап, сендерге қайттан ораламын. Ал міне жеге біз осындай мен армиямды жасап қойдым. Почти полностью қоршап қойдым. Ал мұнда мен қазір Алматыда жоқ, Алматы тұра берсін. Мен қазір жоқ, тұра берсін дегенде мынаны алам.
қосамыз. Мына жаққа кетсін. Бір рет ходымды өткізіп жіберейін. Сосын сен мына жаққа кет. Сен мына жаққа. Десант болады да зато қазір. Мен мына жаққа самолет қойғанмын өзі. Біз көргік самолет жоқ қоймаппын. Енді қойдым. Иә, болды жақсы. Ал мынаны аламыз да мына жаққа қоямыз. Ал так, бір рет ходымды өткізіп жіберейік. Ал жеге енді ең қызық жері, короче, достар, мен қазір Өзбекстанға соғыс ашатын боламын. Жарайды, ол бастамай тұрып, мен қазір бір сохранить етіп қояйын. Сендер қарағанда достар, мен Колумбиямен ойнағам, Венесуэла, еще Вьетнам, то есть Франция, Германиямен ойнағам, Третий Рейх. Достар, енді еще мен Хорватиямен ойнағам. Ал бұл достар қып-қызыл болып тұрған. Бұл, короче, достар, не ғой? Мен немен ойнағам ғой? Қайт. Эстониямен ойнағам. Сосын бәрін жаулап, өзімде не қылдырдым. Қазір атым қаптым. Ол несі ескі бір мемлекет, бұрынғы замандағы. Ал бұл сұры Канада, бұл өздерін қарағандай Қазақстанның өзін бір рет сарайын еттік, болды. Қазір сұр онда жарайды, Өзбекстанның мен подписчиктерім қарасам бар екен. Бірақ сендер не описывайте жеге, бұл бәрі ойын, детский контент, анау мынау дегендей өздерінде ешкене білуің керексіңдер. Ал жарайды жеге. Өзбекстан, сіздердің Ташкенттарында алайын. Қазір сразу мына жаққа кіреміз. Резко мына жаққа. Ема. Сен былай кіре аласың ба? Ема. Сразу кіреміз. Сразу тез. Осылай. Так, мынау осылай. Мынау бұлай. Ал ары енді изи болып қалды мынау енді. Осы серия что-то вообще қысқа болып қалды ма? Жарайды, жегесіндерге осыны айта кетейін. Өзім таныстырып кетейді анау дегендей. Мен достар неден боламын? Алматы қаласынан боламын. Өзім Алматы қаласында дегенде мен осы жерде туып өспегем. Мен негізінен Жаркент қаласында туылып өсіп бала шағымды көрдім. Қазір мен жасым 14-те, 9 классқа көшем. Осындай стратегиялық ойындарды сүргім келеді. Кейінде компьютер болады, содан да сүретін боламын. Ал жарайды достар, мен қазір наған бізге капитуляция жібереді. Анау деп. Ема, жеген Россия. Очень недовольный болып тұр ғой. Болып тұрғанын түсінемін ғой. Все, жеге мен осы серияда Өзбекстан өзіме қосып алдым. Мен бүгінгі целім Түркістан немесе орталық Азия. Оған қосу үшін енді жеге бізге не керек? Түркменстанмен жеге не керек бізге? Таджикистан. Келесі ағырында да біз бүгін Таджикстанды өзімізге қоса аламыз. Одан кейін біз Түркменстан қосамыз. Ал осыдан кейін бітеді, бірақ өздерін ешкене актив не болып, мағалай ананы басып, поддержка жіберіп, солай етсеңдер, мен дальше Афганистанға барам, мүмкін даже Россиямен төбелесем. Алдыңғы серияда бірінші бөлімде мен айтқан болатын Алтайды, Барнаул жақтарды жаулаймын, еще Омбыны, Орынборды дегендей, Челябинск дегенде, Астрахан деген қалаларды мен жаулайтын боламын. Өзімізге қосуға аламын, өйткені біздің тарихи орынды қалаларымыз. Жарайды достар, мен қазір Монғолиямен торговлядан ғой, дұрыс. Қытаймен тоже мен торговлядан.
алдыңғы серия өздерің көрген болатындар, көрдіңдер ғой. Жарайды. Осыдан аяқтайын. Бәріне рахмет жеги. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі кезге бәріне саулығыңыз жеги. Сіздермен болған мен Сайли және де менің елім Қазақстан, Республика Қазақстан десінде болады. Осылай, короче, картамыз осындай. Координатын көрсетейін. Міне біз дәу кетіпсіз ғой. Міне жеке біз картамыз осындай дәу кеттік. Кішкене Қытаймен де салыстырсақ кішкене тем болып қаламыз. Бірақ ода бізге аз болып қалады. Біз Индиямен бірдей оқапсыз ғой. Күшті онда. Сосын Австралиямен почти бірдей оқаппыз. Жарайды достар, мен осыдан бітірейін. Бәрі сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңдар. Жаздарыңды дұрыс өткізіңдер. Сау болыңдар.